Әр ғасырларда әр түрлі мақсатпен, әр тараптан сапар шеккен жүргіншілердің шорында ізінен түскен осынау шимай сызықтардың білмейтіні жоқ. Осы заманның ұлы магистральдары көне соқпақтарды бір жола өшіре алмапты. Қайта өз бетімен тартпай солардың сілемдерін қуып кетеді. Мынау ұшы-қиырсыз өлкенің өткен тіршілігінің негізгі арнасы солар. Сұлу қыздың бұрымындай білем көне сүрлеулер талай көзді талдырған, талай жүректі жандырған. Бұл өлкенің бүкіл тарихы солардың бойында. Ендеше бұл өлке тілінің тиегін ағытар кілт те осы жолдар. Байқайсыздар ма, жол шіркін өлке мен өлкені байланыстырып қоймай, ғасыр мен ғасырда, ұрпақ пен ұрпақты жалғастырып жатады екен. Әбіш Кекілбаев. Ол кездегі Қаламқасқа баратын жолдың жағдайы енді Қаражанбасқа дейін асфальт жол салынып болған, ары қарата грейдер жолдар ғана болатын. 200-300 километрге жақын жолды салу оңай шаруа емес қой. Сондықтан да олар сон жолды жан-жақтан келіп көптеген қиыншылықтар менен мынандай жерлерден, сайлардан өту барлығы оңай бола қойған жоқ. Жұмысшылардың жатақ орны, олардың тамақ ішуі бәрі оңай бола қойған жоқ. Жатақ орындар әуелі зұрып дейтін болды, одан кейін ызбарыны щитовой домик дейді. Сондай үйлер жасақталып, барлығы да бірақ ағаштан жасалған болғаннан кейін жазда ыссы, қыста салқын, жатқан жерде әрбір жататын жерлерінде киім су болғаннан кейін оларды қыс кезінде кептіретін ешқандай мүмкіншіліктер болған жоқ. Өрен Сағындықов Маңғыстаудың жаңа тарихы бастау алғанда қарапайым мұнайшылар қолымен жасалған ерен еңбектің ортасында жүрді. 40 жылдан астам еңбек еткен ардагер мұнайшы үшін бүгінде 40 жылдығын тойлағалы отырған Қаламқас кен орнының шоқтығы биік, алар биігі алабөтен. Қаламқас мұнайгаз өндірістік басқармасының тарихы 1979 жылдың 22 наурызынан басталады. Алғашқы атауы Комсомольск нефть болған. Сол Комсомольск нефті осы құрылғаннан кейін 23 тамызда мынау тұрған жердегі 66-шы скважиннен осы Қаламқастың бірінші мұнайы алынды. Осы мұнайды алуға қатынасқан алғашқы бригада Әлібаев Көшербай дейтін жігіттің бригадасы болды. Оның қосалқы екінші мастері Ермұрат Қосқұлақов дейтін жігіт болды. Бригадының операторы Шадияров орынбасар дейтін болды. Екінші операторы Юрий Брежнев дейтін болды. Аты аңызға айналып, бүгінде тақтатас қойылған осы Көшербай Әлібаевтың бригадасында жұмыс жасап, ел байлығы қара алтынды еселегендердің бірі Амантай Сүйеу. Ол 1982 жылы осы жерде алғашқы еңбек жолын бастады. Ең бірінші шеберім менің Әлібаев Көшербай. Мұнайға еңбек сіңген, осы Қаламқасты ең бірінші ашқан, сол кісінің бұрынғы айтқан өсиетімен әлі келе жатырмыз. Менің жасағаныма да 37 жыл болды. Бозашы түбегінің солтүстік еңісінде орналасқан кен орны осы жылдар ішінде 158 миллион тоннадан астам қара алтын өндіріп, ел байлығын еселей түсті. 40 жыл тарихында тап осындай көлемде мұнай өндірген мұндай кен орны бүкіл Қазақстанда жоқ десе де болады. Тіптен Қаламқастықтар 1986-88 жылдары мұнай өндіру көлемін 5 миллион 360 мың тоннаға жеткізіп, айды аспанға бірақ шығарды. Кен орнында мұнай көлемі деңгейін тұрақты ұстау мақсатында технологиялық жобалар кешенді жүріп жатыр. Полимерлік ерітінді айдау былтыр март айында басталды. Осы учаскеде бірінші 4 скважиннен басталған. Биыл июльден бастап тағы қосымша 7 скважин қосылды. Қазір 11 скважиннен полимер ерітіндісін айдау жүріп жатыр. Биылғы пландалған қосымша мұнай көлемі 58.500 тонна пландалып отыр. 2019-ға барлық осы полимер айдау уақытында 478 мың тонна май алу жоспарланып отыр.
Қаламқас мұнай-газ кен орнында 4 өндіріс кәсіпшілігі бар. Кен орнындағы блоктық топтық сорап станциясы тәулігіне 10.800 тонна өндірілген мұнай орнына жер астына 15.000 текше метр су айдайды. Бұл жердегі бір жаңалық, бұрын жерге су айдайтын жоғарғы жиіліктегі агрегаттар тұрып қалып, қайта қосылған уақытта істен шығатын. Яғни олардың жұмысын реттейтін қондырғы болған жоқ. Былтыр сол қондырғы сатып алынды. Енді үлкен апаттардың алдын алуға болатын болды. Мұнай мен газ араласқан сұйықтықты айыратын алдын ала су айыру қондырғысы 2007 жылы сатып алынған. Ол тазаланған мұнайды кешенді мұнай дайындау және айдау цехына жеткізіп отырса, айырылған суды жер қойнауына қайта жіберу үшін қабат қысымын ұстау цехына айдайды. Қазір кен орнында қондырғыларды жаңарту, жаңа технологиялық жетістіктерді өндіріске енгізу жұмыстары қызу жүргізіліп жатыр. Кен орнындағы мұнайшылардың әлеуметтік жағдайы жылдан жылға жақсарып келеді. Бұл шаруаны Қаламқас өндірістік басқармасының басшылығы басты байлығымыз адам деп алдарына мақсат етіп қойған. Операторлар, слесарь жөндеушілер қызмет жасайтын үйлерді барынша оңтайландырып, яғни сол жерден жуынып, шешініп, сол жерден жағдайларын, киімдерін ауыстырып, барынша жаңағындай соңғы санитарлық талаптарға сай сайландыру бағытындағы жұмыстар жүріп жатыр. Ауысымнан кейін бұлардың жаңа демалысын өткізуге жақсы жағдайлар жасалған. Аумағы ат шаптырым жерді алып жатқан кен орнын көріп, кішігірім қалаға тап келгендей әсер аласың. Заманауи талапқа сай салынған жатақханалар мен әртүрлі қызмет көрсететін ғимараттардың сәулеті жарасқан. Қалашық ішіне жол төселіп, көкжиекпен көмкерілген. Бүгін 2 ауысымда еңбек ететін 7000-ға жуық адамды жайлы жатақ орнымен қамтамасыз ету, ас суын дайындау білген жанға оңай шаруа емес. Мұнда Қаламқастың өткені мен бүгініне хабардар беретін мұражай бар. Бұрын бұл жерде кен орнының алғашқы басшылары отыратын ғимарат болған екен. Жас мамандарға арналған орталық, футбол алаңы, әнжырға икемі бар мұнайшылар үшін Қаламқас кештері атты өнер ордасы да құрылған. Бұрын жас мамандардың орталығы жоқ еді. Орталықтарын ашып, жас мамандар кешкі мезгілдерде өздерінің топтарын құрып, рингке Ақтау қаласына қатысып, орын алып жүргендер бар. Және осы жұмыстан кейін жастарымыздың уақытын бос өткізбеу үшін осы жерде ашылған спорт комплексіміз бар. Оның ішінде тренажерный залдарымыз бар. Футбол, шағын футболдан чемпиондарымыз бар. Күрес залы, қыздарымызға арналған фитнес залдарымыз бар. Және де осы әртүрлі жарыстарға, теннистен болсын, тоғызқұмалақтан болсын, республикаға барып, жеңімпаз атанып жүрген адамдар бар. Қаламқаста скважиналардың зәулім мұнараларымен қатар бой түзеп, Қаламқас апа күмбезі алыстан мен мұндалайды. Байлықты игеру барда, ол жердің тарихы, өткені мен кеткені, жеткені мен жетпегі, сол қоныста жерленген байырғы ел, бағзы жұрттың тағдыры, азат елдің тарихының құрамдас бөлігі. Мұның ұрпаққа өнеге ретінде ұлықталуы бар. Мұнайшылардың Қаламқас әулие басына салған ескерткіш белгісі осы орайда орнын тапқан іс болды. Кен орны атын иеленген Қаламқас заманында асқан сұлу, ел қамын жеген батыр, көріпкелдігімен әулиелігі бір басына қатар қонған ер жүрек ару болған. Бейбіт күнде ауыл аймақты азық-түлікпен қамтамасыз етіп, аңшы мерген атанған Қаламқас киік аранына құлап мерт болған деген аңыз бар. Ғасыр ауысты, ал бәйгелдің жазығында жерленген Қаламқас арудың кейінгі ұрпақты аранға құлатпау үшін желеп жатқанында күмән жоқ. Көз алдыңа елестеп тұра қалар, сол аңыздың мекені бұл аралар. Қаламқас арманның биіктігін паш етіп тұр өргеуде мұнаралар. 2019 жыл 23 тамыз. Қаламқас кен орнына 40 жыл. Бүгін 40 жылдық тарихи мұнай алынды. Ел жаңарды, ұрпақ ауысты, бірақ Қаламқас күннен күнге бой түзеп, жасарып келеді. Өйткені мұнда қиындықпен бетпе-бет келуге қорықпайтын, келешегіне, болашағына сенетін жасампаз жандар еңбек етеді.